Келесі сұрағымыз ұстаз өзіңізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде ақида мен фихтан қарама қайшылықтар болды ма? Жақсы, енді бұл жерде бисмилля пайғамбарымыздың өзі болған уақытта саллаллаху алейхи вассалам әрине ақидадан қарама қайшылық болуы мүмкін емес. Болмаған да. Яғни ешқандай сахабалар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ана мәселеде қалай демеген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уақытында пайғамбар бар кезде бір сахаба моташе бәйәтшені сұрамаған екен ғой. Бір сахаба келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына ядулан түсінбей қалдым, истауан түсінбедім демеген. Түсінікті? Енді пайғамбарым демек ақидадан ешқандай не болмаған, қарама-қайшылық болмаған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін мен білетінім Омар ибн Хаттабтың уақытында Ибн Сабир деген бір кісі шығып, сол истауа мағынасын сұрап жүрген екен. Ибн Сабир деген кісі келіп, Сабайтын ба? Басынан келіп сабайтын бар ғой. Сол Ибн Сабир деген кісі сол истауа мағынасын, арш мағынасын сұрап жүрген кезде Омар ибн Хаттабқа келеді дейді да, сөз Омар ибн Хаттаб алдырып басын жарады деп келеді ғой. Яғни дамма расаху деп келеді. Яғни басын қанатты, басын не істеді деп. Не деген сөз, демек бұндай мәселелерге сен кірме деген секілді уже дереу несін, оның ойын жаңағыдай бір адастырып баратқан ойын қайтарған. Иә. Соны ана сөйтіп айтып жүрген ғой. Қой десе қоймайды дейді. Байлаңдар деп айтып. Сабаған ғой. Сабса түсіндім деген ғой, короче. Иә. Мен түсіндім деген ғой, короче. Сол кейдеше сол. Мен болдым, мен түсіндім бәрі. Болмайды екен ғой деген. Солай да керек дейсіз ба? Енді Омар ибн Хаттабтар енді бөлек болған кісілер. Сондықтан демек бұл мәселелер енді ақида мәселе әрине пайғамбардың уақытында болмаған, бірақ фиқи мәселеде болған бәлки. Фиқи мәселеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бар кезінде де иштихадтың рұқсат етілгенін көрсету үшін, бәлки мен мұны алдыңғы немесе басқа нелерді айтып жүргем сабақтарымда. Пайғамбарымыздың уақытында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бар ғой, Бану Қурайзаға барып асырда сол жерде ғана оқыңдар деп. Ла тусалланна ал-асра илля фи Бани Қурайза деген келтіреді. Яғни сендер аср намазын тек қана Бану Қурайзада оқып алыңдар дейді. Сол кезде екі сахабалар екіге бөлінеді. Ихтилаф қылады. Яғни деген сөз, біз бұл жерде аср намазы кірді, оқып ала береміз. Пайғамбарымыз асығыңдар, ертелетіңдер, тез барыңдар дегенде білдірді бұл жерде дейді. Екінші сахабалардың екінші тобы, жоқ, біз міндетті түрде пайғамбарымыздың әміріне бойсынып Бану Қурайзаға бір оқимыз дейді. Демек екеуі осылай жасайды. Біреулері намазды жолда оқып ала береді, асырды, біреулері барып оқиды. Сол кезде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламнан келіп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үндемеген. Яғни не істеген? Күлген, яғни сенікі дұрыс, сенікі қате демеген. Демек бұл жерде не шығады? Иштихад шығады да бұл жерде. Демек пайғамбарымыз сөз иштихад қылып жатыр ма өздерінше? Иштихад қылды. Фиқи мәселеде осында бір әрине ихтилафтың болуы мүмкін, бірақ ол кезде де әрине пайғамбарымызға барып осы қалай болады екен деп, немесе басқа да мәселелерде фиқи мәселеде қарама-қайшылық болуы мүмкін. Бар негізі кездеседі, қазір есіме түспей тұрған